Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі вупипайдың оңай рецептісімен бөлісетін боламын. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Өздеріңіз видеода көріп тұрғандай өте жұмсақ кесілетін, өте кереметтей дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасап көрсеңіз, еш өкінбейсіз. Ендеше кірісейік. Бұл жерде ең сапалы деген заттарды пайдаланыңыздар. Рахат-іске Қазақстан шоколады және сапалы май екеуін қосып жібітуге микроволновкаға жібере тұрамыз. Сол сәттерді пайдаланып, жұмыртқамыздың үстіне шекерімізді қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып, 2 есе көбейгенше, ағарғанша миксерлейтін боламыз. Достар, осы жұмыртқамен шекерді араластыру барысында шоколадыңызды ұмытып кетпеңіз. Кем дегенде 15 секунд сайын микроволновкадан алып, қасықтың көмегімен араластырып тұрыңыз. Осындай біркелкі консистенцияға келуі қажет. Қатты ысытып жібермеңіз, себебі шоколадтың структурасын бұзып жіберуіңіз мүмкін. Ендігі кезекте құрғақтай разрыхителіңізбен ұныңызды араластырып алыңыз. Содан кейін ерітілген шоколадыңызды консистенцияңызға қосып, барлығын салып асықпай миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Сол кезде бізде шоколадты консистенция шығады. Мінекей осындай шоколадты қоспа шыққаннан кейін какаомызды қосатын боламыз. Ең алдымен миксерді қоспай тұрып сәл араластырып алыңыз, себебі жан-жағына шашып бүлдіруі мүмкін. Содан кейін ғана барып миксеріңізді қосып, біркелкі қоспаға келгенше араластырамыз. Мінекей дайын болды. Енді бірнеше бөлікке бөліп, ұнымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Ең соңында бізге біркелкі ешқандай түйіршіксіз қоймалжың консистенция шығуы қажет. Достар, қандай да бір десерт жасасаңыз да, ұныңызды міндетті түрде електен өткізуді ұмытпаңыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай ұнымның соңғы бөлігін салып жатырмын. Барлығын төменде көрсетілген мөлшермен жасасаңыз, өте керемет жұмсақ болып шығады. Мінекей біркелкі консистенцияға келтіріп алдық, яғни қамырының негізі дайын болды. Енді пергамент қағаздарымызды дайындап алатын боламыз. Менде бұл форма диаметрі 24 сантиметрлік форма. Пергамент қағазға із қалдыру үшін осылай қысып, өзінің ізін қалдырып дайындап алатын боламыз. Барлық 4 пергаментке де дәл осындай із қалдыруымыз қажет. Барлығын дайындап алдық. Енді дайын тұрған қамырымызды құятын боламыз. Барлығына теңдей етіп, төртеуіне құйып шығып, қасықтың көмегімен көлеміне келгенше жайып шығатын боламыз. Достар, міндетті түрде каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Алдағы уақытта өте оңай деген дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей барлығын теңдей етіп 4-ке бөлдік. Қасықтың көмегімен ізіне дейін жеткізіп жайып шығамыз. Содан кейін қызып тұрған 180 градустағы пешіңізге бар жоғы 6-7 минутқа салып пісіріп алсаңыз болғаны. Өте тез пісетін болғандықтан, міндетті түрде қадағалап тұрғаныңыз дұрыс. Барлық корждарды пісіріп алғаннан кейін суытуға қойып қоямыз. Сол сәтті пайдаланып, кремін дайындайтын боламыз. Міндетті түрде сапалы өнімдерді пайдаланыңыз. Ең алдымен салқындатылған сливкемізді құп-құрғақ ыдысымызға құятын боламыз. Міндетті түрде ыдысыңыз құрғақ болуы қажет. Содан кейін үстіне қант ұнтағын қосып, миксердің көмегімен жай жылдамдықтан жоғары жылдамдыққа дейін көтеріп, кем дегенде 3-4 минут араластыратын боламыз. Сол кезде креміміз қоюлана бастайды. Сол сәтті пайдаланып, творожный сырымызды қосып, және тағы миксерлейтін боламыз. Творожный сыр салғаннан кейін міндетті түрде креміміз одан сайын қоюланып, өз формасын сақтайтын қалыпқа келеді.
Мінекей креміміз дайын болды. Сәл пайдаланғанға дейін холодильникке сала тұрыңыз. Ендігі кезекте корждарымыздың жан-жағын кесіп, әдемі формаға келтіріп алайық. Ол үшін осы белгіленген формадан сәл кішірек ыдысыңыз болса, дәл осы видеодағыдай қойып, пышақтың көмегімен кесіп шығыңыз. Тортыңыз біркелкі әдемі болуы үшін осылай кесіп шығуыңыз қажет. Осылайша барлығын кесіп, корждарын дайындап алғаннан кейін кондитерский мешокқа арнайы вупипайға арналған осындай насадка болады, соны орналастырып кремімізді салып алатын боламыз. Ендігі кезекте тортымызды құрастыруға кірісейік. Ең алдымен бірінші коржымызды салып, дәл видеода көрсетілгендей шарик тәріздес кремімізді орналастырып шығатын боламыз. Содан кейін орта жағына өзіңіз қалағандай қалыңдау қылып жағып жіберсеңіз болады. Мінекей ортасын креммен толтырғаннан кейін екінші коржды орналастыратын боламыз. Дәл жаңаға бірінші сәттегідей іс-қимылды қайталаймыз, яғни шеткі жағы шарик тәріздес қылып көрінуі үшін кремімізді орналастырып, орта жағына және кремін салып, қалақшаның көмегімен жайып шығамыз да келесі коржымызды орналастырамыз. Мінекей соңғы кремімізге дейін салдық. Енді соңғы коржымызды орналастырып, үстіне шоколадты ганаш дайындаймыз. Барлық мөлшері төменде көрсетілген. Шоколадымыз бен сары майымызды микроволновкада жібітіп, осындай біркелкі консистенцияға келгеннен кейін соңғы корждың үстіне құятын боламыз. Және қалақшаның көмегімен барлық жеріне жеткілікті етіп жағып шығамыз. Достар, беткі жағын осындай жеміс-жидекпен әсемдейтін болсаңыз, міндетті түрде шоколадыңыз қатып қалмай тұрып, орналастырып шыққаныңыз дұрыс. Себебі холодильникке салғаннан кейін шоколадыңыз қатып, жеміс-жидегіңіз дұрыс орналаспай қалатын болады, яғни жылжып кететін болады. Мен бұл тортымды да және құлпынаймен әсемдеудемін, және орта жағына черешня саламын. Сол кезде өте әдемі болып шығатынына сенімдімін. Мінекей соңғы штрихтарын салудамын. Осылайша тортым дайын болды. Өте дәмді, керемет болып шықты. Сіз де жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.